мына қаланы көріп, көп болыпты мына қаланы көрмеген келді, тек анамен ғана келгем. Кішкене жүре тұрмасам көршілерді көріп, былай. Сөйлем, қарындас. Сәлем. Қай жылғысыз? Мен оны айта алмаймын, кешірім сұрайын. Мен сіздің көршіңіз боламын, мына жерде тұрамын. Жай танысайын деп келгенім ғой мына жерде. Жаңадан мен де көшіп келгем оқуға. Иә, танысып қояйық. Менің атым Арсен. Менің атым Асия. Қандай әдемі ат. Рахмет. Жүріңізші бірге бір далаға серуенге қайтсақ. Далаға дейсіз ба? Сыртқа десеңізші. Иә, сыртқа. Жарайды, шықсақ шығайық. Сіздің машинаңыз бар ма? Жоқ, менің машинам жоқ еді. Жарайды, онда менің машинама шығайық. Жарайды, жүріңіз. Сіздің праваңыз бар ма? Мен правам жоқ еді, келесі жылы аламын. Жарайды, онда менің қасыма отыра қойыңыз. Кішкене біртүрлі адам екенсіз, иә? Иә, сондай адаммын ғой. Просто ренжімеңіз енді. Кішкене приколым екенсіз. Иә, өзім сондаймын енді. Негізі сіз оқудасыз ба? Иә, айта беріңіз. Ой, кешірім сұрайын. Иә, мен оқу оқимын. Нешінші курс еді? 1-ші курс, енді бітірем. Мен 2-ші курсқа көшемін енді. Қалай сонда? Сіз басқа жақта тұрасыз ба? Негізін айтайын дегенім, мен 1-ші курс бітірген кезінде қатты бір түрлі болған, себебі ана жақта оқығанда менің досымды ұнамаған. Жарайды. Енді мен сіздің досыңыз боламын. Қай оқуға түстіңіз? Тоқтаңызшы, сіз 1-ші курс бітіресіз ба? Иә, мен 1-ші курс бітірем ғой. Мен де бітірем ғой, бірақ неге 2-ші курс деген ауратқан ғой. Мына жердің суы таза, әрі жылы. Сіз суға келіп ертең түссек қалай? Иә, болады түссек. Ертеңге қарата шықсақ енді болады ғой. Жарайды, онда жүріңіз, кішкене басқа жақтарды көрейік. Мен бұл қалаға енді келіп жатқаным ғой. Мына жақта білем қандай екенін енді. Сол үшін айтқаным ғой, келіп отырыңыз. Тез серуендеп жүрейік. Мынау осы ғой менің оқуым. Осы ма? Кішкене ұят болып қалды деймін да. Иә, сіз телефон тастамайды екенсіз. Мына мектеп жаңадан әдемі болып шығарыпты ғой, бұрын келген кезінде осы жер дейтін кішкентай ақ, қазір де болып салып жіберіпті ғой.